Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Асқар. Бұл баспана KZ, яғни бұнда үйлер сатылатын болады. Жалпы өздеріңізге ұнаған үйді хабарласып, көріп алсаңыздар болады. Мысалы, бұл қазір көретін үйлеріңіз Алматы облысы Қарасай ауданы Жібек жолы ауылы деген жерде. Және ол Майлина көшесі. Енді бұл жерде айта кетсем, Қазақстанның бөлек жерлерінде тұратын Жібек жолы ауылы қаншалықты жақын, алыс екенін айта кетейін. Алматыға көбісі себебі Алматы қаласына тұрғысы келеді, Алматы қаласына жақын тұрғысы келеді, шамалары келгенше, себебі Алматы қаласында бүкіл біраз мүмкіндіктер бар. Қазақстандағы ең атақты қалалардың бірі, орталық Азияда десек те болады. Ал Жібек жолы ауылы Алматыға қаншалықты жақын, қаншалықты шамамен 30 шақырымдай жері бар. Егер Алтын Орда жақтан келетін болсаңыз, онда 25 шақырымдай жер. Алматы деген знактан неге шейін, Жібек жолы ауылына шейін. Жібек жолы ауылы дегенде ол жерде шамамен 30-40 мың адамдай тұрады. Мұнда мектеп, больница, газ, свет бәрі бар. Бір минусы көп көшелерінде, почти барлық көшелерінде, 2-3 көшеден басқа барлық көшелерінде асфальт төселінбеген. Енді үйді тамашалап көріңіздер, бағасын өздеріңіз беріңіздер, астыға комментарий алып жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер, сау болыңыздар. Әлі фундамент не еді? Міне қара, фундамент әлі міне ерді. 60-шы салынғанмен мықты салынған да. Міне, кәдімгідей үлкен жер екен. Қанша сотық жер деп айттың, ана? 10 сотық жер. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін біз Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек жолы ауылы, бұрынғы станция жамалған, Бейімбет Майлин көшеде үй сатылады деп тұрыпты. Міне біз осы үйді сіздерге толықтай көрсетіп, қанша миллион теңге тұрады, қанша бағада келісім бола ма, болмай ма, соның бәрін сіздерге таныстырып көрсететін боламын. Ендеше біз бастаймыз, сіздерге үйдің ішін, сыртын бәрін көрсетеміз. Достар, ендеше үйге кірейік. Міне үй осылай басталады екен. Кіріп қалсақ, мына жақта гүлдер. Дәл осылай. Мына жақта да жер бар екен. Ендеше біз жалғастыра берейік. Үйдің көлемі осындай екен. Заборы. Міне. Достар, біз бірінші үйдің сыртын түсіреміз, одан кейін бар ішкі бөлмелерін түсіреміз. Ал жеке. Міне. Осындай екен үйлері. Мына жақта времянка ма, сондай сырттары бар екен. Енді үйдің артына барсақ, міне шағын жер бар екен, міне. Шағын кладовка. Шағын кладовкасы де бар екен. Мынау, яғни айтқанда бір заттарын салып қоятын бір бөлмеде, мынау үй болады. Міне жерлері кәдімгідей кең екен. Егер ұнаса сатып алсаңыздар болады. Осы жерді пайдаланып, керемет заттар салып, немесе егіншілікпен, идеяңызбен қолданып, міне егіншіліктер бар екен. Мына жақта егін ексеңіздер болады. Кәдімгідей жерлері кең екен. Достар, бұл жердің соты, яғни бұл 10 сотық жер. Мына үймен көріп тұрғандай, мына шағын кладовкасымен. Не осындай тамаша керемет. Мына жерге көріп тұрсаңыздар, осы жерге ағаштар отырғызған екен, егін еккен екен. Міне. Сізде ексеңіз болады. Жалпы міне, осылай үйдің сырт жағы. Міне, кәдімгідей үлкен жер екен. Қанша сотық жер деп айттың, ана? 10 сотық жер. 10 сотық жер, тіпті одан да асатын шығар деп ойлап жатырмын, өйткені кәдімгідей кең екен. Керемет заттар салып, осы үйді безендіріп, істесеңіздер болады екен. Мынау жазғы душы болады. Иә. Ал мынау туалеті. Мына туалеті болады. Міне, жалпы осындай үйдің сырт жақтары, жаңағы забор жақтарды сіздерге толықтай көрсеттім. Соңында тағы бір рет көрсетіп тұрмын. Міне. Жалпы міне, мына үй мен мына үй солардікі, осы екеуі. Сырт жақтары бәрі осы үйдің ішіне кіреді. Ендеше біз үйдің сырт жақтарын көрсеттік. Соңында тағы да көрсететін боламыз. Ал енді ішкі бөлмелерін көріп сіздерге таныстырып, қанша бөлмесі бар және қандай бағада келісім бола ма, соның бәрін көрсететін боламын. Мына кладовкасын сіздерге көрсетіп жүре салайын. Ішін ашып жібер көрсек. Міне. Осындай екен кладовкасы, жақсы. Заттарды керек емес. Заттарды осы жаққа шығарып қойсаңыздар болады. Жалпы көп зат сияды екен. Банка басқан екен.
Сіз былай көрсете салайын, көрінсе де көрінбесе де. Ашыла ма көрші? Ашыла ма мына бар екен терезе. Мынаның кеңдігі осындай. Жалпы дәл осы бөлмеде кең екен. Көп заттар, үйге керек емес заттарды шығарып қойсаңыздар болады. Осы екі бөлме сіздердің көп заттарыңызды бағады. Қане, ашып көре салайық, білет. Міне. Кәдімгідей кеңдігі көп екен, кең жер екен жалпы. Қараңыздар, көп заттар тұр. Міне. Осы заттарға сыйғызсаңыздар болады. Сыртын бір айналдырып көрсетіп жіберейін. Міне. Осы үйдің сырты. Мына ремянкасын жаңағы ненің сырт жақтары, терезелері. Міне. Мынау үйдің кіретін жері. Міне, бұл үйдің керемет гүлдері. Түсіріп кетті. Міне достар, осы үйдің гүлдері керемет өсіріпті. Енді енше біз үйге кіретін боламыз. Ал достар, енше үйдің ішіне кірейік. Міне, ең бірінші кіріп қалсақ, мына жақта жуынатын және Джакузи міне. Иә, жуынатын бөлмесі бар екен. Кір машина. Мынау мен болам. Міне, мынау душы. Мынау кір жуатын машинасы. Мынау міне көріп тұрғандарыңыздай котелы. Мынау, иә. Не мынау? Мынау енді қоятын, мынау артылаты қоятын нәрсе. Енді жаймен бұл шығайық. Бірінші кухняны түртсек. Достар, міне мынау кухнясы, яғни айтқанда ас пісіретін бөлмесі. Міне. Жалпы кухнясы кең екен. Жалпы ас пісіретін бөлмесі жақсы екен. Газ плита, холодильник. Жерде отыратын. Мебельдері жақсы екен. Бір бөлме, екі бөлме болды. Енді жалғастырайық. Мынау біздің коридор. Мынау біздің коридор болды. Бөлмелерге өтетін. Мынау спальня, яғни ұйықтайтын бөлме. Жалпы кішкентай, бірақ өте ыңғайлы, комфортно, жақсы екен. Енді былай үшінші бөлмеге біттік, енді төртінші бөлмені көрсетейік. Мынау Қателеспесем, зал сияқты. Иә. Қонақ күтетін жер не? Мынау жиһаздары. Жалпы өте кең екен залы негізі. Заттармен мына жақта кең светін қосып жүр. Қане, светін қосып жіберейік. Міне. Жалпы өте кең екен іші міне. Міне залы осылай екен, кең екен залы. Енді келесі бөлмеге кірейік. Мынау бір демалатын, сәл-сәл бүйтіп демалатын бөлмелер жалпы. Осылай. Міне осы коридоры, яғни айтқанда кіретін бөлмелері. Мынау бөлмесі бар, жаңа таныстырып кеттім. Залдың бөлмесі, міне зал. Қонақ келетін бөлме. Және міне мына жақта спальня, ұйықтайтын бөлме. Міне общий 1, 2, 3 бөлме болды. Енді кухня. Біздің бір көршіміз сөйтіп салып кетейін. Бәрін затымен. Есімден тастап кеткен даже. Иә, бір кейде балдар айтады, мама жаңадан алған ғой, берсең бере сал деп қой. Оған мен кішкене ақша қосу керек қой маған да. Иә, дұрыс. Мен мына шашым не бар?
әлі фундамент не еді? Міне қара, фундамент әлі міне ерде. 60-шы салынғанмен мықты салынған да. Мынаған күшті иә. әлі тозбайтын. Ал мен кеше жақында мынаған қалған, жаңадан салынған. Қосқан ғой мынаның бәрі. Тек 2-ақ бөлме ескі болып тұрды. Бұны алу үшін мен шаршап қалдым. Вот адам жоқ. Иә. Үстін шипырлап қойғаннан кейін де, кейін ойланып қалдым да мен. Ол кезде мен мынаны 60 салынған екен де, басқа. Не достар, осылай үйдің ішін сіздерге толықтай түсіндіріп шықтық. Жаңа сыртын бір көрсетіп жібере салайын сіздерге. Міне сырты мына жаңа айтып өткендей керек емес заттар шығаратын бөлмелері. Міне ар жақтағы заборға дейін үйлері осындай кең екен. Достар, енді осымен біздің видеомыздың соңына жеттік. Мына гүлдері, заборы. Осылай үйдің бағасы 16 миллион теңге екен енді. 16 миллион, бірақ қатып қалған баға жоқ, келісуге болады дейді жалпы. Келісіп көріп алсаңыздар болады. Негізгі бағасы 16 миллион деп айтқан, бірақ келісім бар дейді. Міне осы нөмір көріп хабарласып келісіп алсаңыздар болады. Жалпы іші де үйдің өзі де крышасын бір көрсетіп кетейін, өте жақсы екен, кең екен арт жақтары. Міне осылай жалпы үй. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Енді және сіздерге қандай бағада, қандай үйлер керек, соны да жазып кетіңіздер комментарийға. Біз келесіде міндетті түрде түсіретін боламыз. Қош сау болыңыздар. Енді сіздермен бірге болған Әлішер мен Досик болады. Міне үй осы. Сатып алсаңыздар болады.